жерде нағыз рэп шеберлері өз өнерін сынға салады. Даттың 3-ші маусымына қош келдің. Өзің таныстырып өт. Дениро a.k.a. Ринат Зайтов. Ринат Қазақ Зайтов. рэп, нағыз рэп шеберлері. Не үшін Ринат Зайтов? Себебі бүгін шындықтың біраз беті ашылайын деп тұр осы батылда. Жалпы, дат ол сен үшін не? Дат қазақ рэпінің дамытудың жаңа форматы деп білем. Қазақ рэпі дәл қазір қандай деңгейде? Қазақ рэпі қазір енді еңбектеп келе жатқан бала секілді ғой. Болашағы бар, өсет, өнетін жоба. Қарсыласың күрделі мәселе ме әлде кезекті құрбан ба? Күрделі мәселе деп алсақ, бұл кезекті құрбан болып есептеледі. Датқа жаңадан келген адам не нәрсеге дайын болу керек сенің ойыңша? Нағыз батылға, қанішерлікке, сойқан соққыларға және боқтыққа ең бастысы. Сенің рэпіңнен байқайтынымыз ол поэзияның ұшқыны бар. Осы нәрсе қаншалықты рэпке керек? Негізі рэп жазу үшін ақындық керек деп ойлаймын. Өйткені барлығы бір шабытқа келіп тіреледі ғой. Түсінікті. Саған сәт. Өз-өзің таныстырып өт. Дениро қазақ рэп, нағыз рэп шеберлері a.k.a. Айкензи, мен. Жалпы дат ол сен үшін не нәрсе? Дат өз-өзің өнеріңнің көрсететін жер деп ойлаймын. Конкурсқа қатыстың, конкурстан ұтып шықтың. Дәл осы мотивацияны саған не нәрсе берді? Даттың видеоларын көрдім, Нұрқара саунд, Нұрмен араластым, ол да кішкене мотивация берді, кішкене қатысуға. Енді бүгін мінекей шынымен шаш алаңға шығайын деп жатырсың. Қандай да бір қорқыныш бар ма? Қарсыласыңды қалай бағалайсың? Жақсы рэпер. Жеңіс саған жақын ба, оған жақын ба? Жеңіс маған жақын деп ойлаймын. Лақап атың қызық екен жалпы, түсіндіріп кетсең сол жайында. Просто сондай кинода болған зат. Қандай негіз екенде? Мағынасы жоқ оның. Мағынасы ай, просто ай ұнайды. Кенди деген просто жалғау. Кәмпит па? Иә, көзге кәмпит деген сияқты. Көз кәмпит деген секілді көз ба? кәмпит. Бүгін жеңсең, келесі бір деңгейге өтсең, кіммен айтсар едің? Нұрқара саунд. Нұрқара саунд. Бұл Нұр ғой сен шақырған датқа. Нұрмен айтысқың келеді ғой. Түсінікті. Жалпы қазақ рэпіне қазір не жетіспейді? Креатив жетіспейді. Жасағандар бір нәрсе, жаңағы бір адам көтерілсе, соның затын қайталай береді, қайта болды. Түсінікті. Бүгін бізді немен таңғалдырасың? Көресіңдер. Саған сәттілік. Дат бұл сөз еркіндігі бар жер. Ал рэптің де қалайтын сол сөз еркіндігі. Ал біз нені жақтаймыз? Рэптің рингінде айтылған салмақты сөзді жақтаймыз. Жігіттер, бүгін дайын боларсыңдар? Ең алдымен әділ қазылармен таныстырып өтейін. Қазақи рэпте, қазақ рэпінде этно стильға баса назар аударған және бұл күнде жаңаша стильмен елді таңғалдырып жүрген Ерболат. Және аш қазақтың кезінен ақ өзінің керемет тректерімен сол кездегі көрерменді шайқаған және қазіргі күндегі ютубер және аудио маман Смитти. Қазақша ұйқас, қазақша панч дәл бұл жігітке тән, өзінің кезіндегі тректермен шынымен елді таңғалдырған МД. Рэперларды бірден таныстырып өтейін. Менің оң қапталымда тұрған және даттың 2-ші маусымында
айтарлықтай жеңіске жеткен Де Ниро. Сол қаптауында тұрған датқа бүгін келсе де ертеңінен үміт күттіретін Эйкенди. Жігіттер, дайынсыңдар ғой? Датың бар ма? Датың бар ма? Даттасамыз онда. Неден бастайын? Панштан әлде тәшкеден? Алдыңғы батылыңды қарадым, нихуя, бірақ мен көргенде болдым, порно гейдің бисексуалмен. Немесе телешоу біреу тұрады айтады, мынау педик, мынанкі тұрады, бірақ екіншісі айтады, я мен педикпін, бірақ мынау менен сәл қаттырақ. Сөйтіп батыл бітеді, общем, и жатырым қатып бір трек шығады, кезде саундқа аты ешкім емеспін. Бля, бәрі білетін затты нахуй айтасың, еліктемеші Мэрилин Мэнсонға. Батыл деген зат сенің жай қиялың, оған деген махаббатыңмен. Бұл жерде мен баш, ал сен қаласың ноунейм деген лақабатыңмен. Сенің еркек екеніңе күмәнім бар шынымен. Еркек емессің, өзінің ойы жоқ, әркімнің айтқанына ере береді. Сенен ақылдырақ Спортикус пен Тәттібек. Еркек болсаң, дәл осы жерде бұтың шешіп дәлелдеш. Мен сенің 3 раундыңды айта аламын дәл өзіңе. Сен екінші кезеңде сәл-сәл жоғары секірдің. Екінші кезеңде сәл-сәл жоғары секірдің. Енді соған тойып кекіреді. Бля, су шолайыншы. Тақырып, бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Маған екеуі де жоқ. Сен секілдісің, құралыңды қаттылай алмай жүрген мопайлмо. Жомон көргендер сендер. Бұл ойлады, батылға келем, ал ол жеңісті оңай береді деп. Я, мен жеңісті оңай берем, бірақ қолыңды көтіңе иығыңа дейін тықсаң тек. Айтпақшы түс көрдім, бля, Де Ниро екеуміз төбелес жүрміз қараңғы бөлмеде. И екеуміз де бір-біріміз таппаймыз, хули екеуміз де көрінбейміз қараңғыда. Күлмеңдер, бля. И қолыма ілінет бірдеңе, сезіп тұрым, примерно арқан, тартам, сол кезде свет жанады. Қолында Де Нироның шашы, и денесі свалка. Денең не істеп қорладың, брат? Бля, еш нәрсе айтпаймын, екеуміз де дірешпіз. Екеуміз де дірешпіз. Бірақ сенің қолыңда дым жоқ. Сенің бицепсіңнен семіз спичка. Бля, не айтатын емес. Айтпақшы андай ой болмай ма сендерде, бір далбайыптар нихуя қыздармен жүреді. Нихуя қыздармен жүреді. Мені пример. Айтпақшы ақын, бля, мынаны геймоверге апаршы, или жіберші дейін беріп, бля. Мынаны қазір палеон геймоверге алып кетеді. Кейін қалмайды, сукан. Сосын бұл мен жайлы ізденді, бля, пиздес ізденді там Гуглдан, группада там ау-мау. Бірақ ең қызығы қызының төсегінің астынан гандонымды алғаны тауып. Тақырып бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Маған екеуі де жоқ. Бұл батылда Ерадар мен Биг Бан жоқ. Ал мынау қотағымды жеме деген сөзден кейін жоқ болып кететін қотақпас. Көт. Раунд. Эйкенди бірінші раундын аяқтады. Ендігі кезек Де Нирода. Қошемет. Жауап берейін, мен жайлы іздедің, таппадың деп жатсың. Мен сен жайлы іздедім, таппадым. Бірақ мен саған анық бір нәрсені айталам. Сен қазақ рэпте қызмет етуге жарамайсың, себебі өнеріңде өзіңде майтабан. Ал енді раунд. Бізге берілген тақырып бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Бірінші раунд тек тақырыпқа. Мен азғана өмірін жастарға арнаған Ғани Мұратбаевтың, Бұлбұл дауысты Роза Бағыланованың және күміс көмей Мәдина Ералиеваның шыққан жерінен келдім. Не дейсің, ақтап тұтал, ер туған жерінде сол үшін ел мақтаныштарын мен де мақтан тұтам. Сыралаштың анасы болса, мен үшін оның астанасы Қазалы, ал орталықтар ренжімесін. Егер де сендерге Қазалы түсіріп жатырса көлеңкесін.
Қазақтықты сақтаған таза қазақи өлкеден шығып паныш сөзін паныш деп айтқаным үшін намыстанбаймын. Сөз арасы бұдан алыс балам. Керісінше қазақ болып қазақша сөйлей алмайтын шипуттар үшін намыстанам. Қызым, саған айтам, келінім, сен тыңдамасаң тыңдайтын адам тағы бар. Бас кесетіндер бос емес, бірақ тілден жаңылғанда тіл шабатын адам табылар. Тіл шабатын адам табылар. Желтоқсанда қаһарланған қайрат болам, қорқытсаң да атам деп, бұл дат алаңда сен Жәңгір хан, ал мен Махамбет. Біздің елде сөз бостандығы бар. Жоқ, бұған сенуге болады бөгет. Бірақ тілден қағынсаң жоғарыдағылар біздерге нұрларын төгет. Бірақ ақиқаттың айыбы жоқ, ауыз ашып аңдығанша өзгені. Біздің аудитория ауқымды болмағандықтан, дат әлі нұрланбағандықтан, ТВ-дағыдай кесіліп қалмас сөздерім. Кішкене саяси батыл көз ашықтарға, бірақ қысық көздер ғана. Ой, қазақ пиздес, қазақ мықты дейміз, бірақ қара, сендерге бір мысал. Біздің Қызылорда жақта өсетін сексеуіл деген ағаш бар, оны балтамен не басқамен ұрсаң сынбайды, тек оны өз-өзіне ұрып қана сындырасың. Сол секілді қазаққа дұшпан басқа емес, қазаққа дұшпан қазақ қана, енді кім дұрасың? Қытайдағы қандастарымызға жан ашиды, естейміз, көреміз, білеміз, көкірегі ояу, көз ашық әлі. Теледидарда үнсіз олдан нұрланып біткен, көтіңе қояды көп жастық әлі. Көтіңе қояды көп жастық әлі. Қантышты бәрі. Жо, бляз. Қатырат. Давай. Көтіңе қояды көп жастық әлі. Қоя береміз. Қытайға беріп жатырмыз мұнайды, газды, уранды, тіпті гез салдырдық зерек болсаң, ал қытайлар біздің қандас қыздарымызды қатын қылып аламыз дейді керек болса, саяси қысым осыма керегі ордасын ертең тігет кеп, Қазалда біреу айтып еді, әкеңе жақсылық қылма, ол бәрібір шешең тізгет деп. Соның соры. Жарайды. Ал сен, Айкендей, осылардың біреуін болсын білесің ба, брат? Саясатты қойш, саған сұрақ. Қойда, сиырда ашат жаяқты малдар, бірақ сиыр жапа, қой құмалақ жат. Неге? Білсең, брат, әнші ақша төлейді айтатын ән үшін. Ал сен саясат хуй не білет, білмейсің, боқтың да мәнісін. Тас атсаң, рахмет адай. Бірінші тас атсаң, бірінші сен сияқты өтірік емсилерге, кейін пранкерлерге тиетін заман болды отағы. Енді дат алаңда мені Денеро әке Ринат Зайтов деп таны. Тағы бір қызықты нәрсе, мен сені Әміржан Қосановқа ұқсатам. Ол саясатқа адасып кіріп кеткен адам, жай ғана әртіс көрсетті, сайлауда әртіс тігін. Сол сияқты сенде лириксің, батыл рэпке, жоқ, жалпы рэпке адасып кіріп кеттің, сол үшін кері бұрылда сігіл. Жаңа заманның жаңа заңдары осы, көзін қысып қол бермейді. Жастар өсіп өңгісі келеді, бірақ идеология жол бермейді. Маңызы зор, бірақ түкке де қажеті жоқ секілді болашаққа қараудың себебі жастардың таңдауы, болашақ емес қарайтындары қалаулым. Білгеніміз өлік дауыспен ән шырқайтын әртістердің өмірі ғана болып тұр. Ал халықтың жағдайы не болмақ, үкімет қайда қарап отыр. Міне прикол, тыңда енді көттерлеп. Қазақ эстрадасы Мастабен кезіндегі кезет сауын сияқты тек ақшасы барлар ғана көтеріледі. Біреуге тәуелді тәуелсіздігің, балам қалай қарайсың? Рухани өліксің, енді рухани жаңғыруға қалай қарайсың? Бәрі адасты естен, оппозиция өтірікші, анау ДВК қолдаушылары, есаушы бәні жүр, билікті халықтан қорғап, халық қорғаушылары. Ал енді сен жайлы. Сусылдаған, жыландағана айыр тіл, сіктім ақындықтың алабында мың тіл бар. Айтпақшы, Бақытжан неге маймылға ұстайды сенің түр тұлғаң?
Пятикантроптың шөпшегінісі енді қайтемей. Чарльз Дарвиннің адам маймылдан жаратылды деген теориясының тірі дәлелі міне екен дейді. Әділеттіліктің ақ туын желбіреткісі келгендер менің құрбаным демек мейлі. Сен халық қалтасында қазынасың, ал мен сені ойланбай жеймін. Сырттан үрген көп ит бар. Орда десең, құлатамын дейді. Мені қанша жек көрсеңдер де мен құламаймын, себебі даталаңда менің есімім Билік. Басқа пәле тілден білем, бірақ ақиқат еруге арзитын нәрсе. Іштей өртесе де көпті айтпадым, себебі өз тілім өзіме жасайды кесел. Бірақ қазақтың жанашыры қазақ қана білсең, егер сөзімнен жалған мән тапсаң, басымды кес, ал тілімді өзім ақ кесем. Раунд. Екінші раундда екенде. Қошемет. Неден бастайын, панштан әлде тәшкіден? Алдыңғы батылыңды қарадым, не қойы, бірақ ол кезде сенің қарсыласың болды, сөйлемей жатып қашаттың мәшкі дэм. Біләт, оның орнында таяқ тұрса қызық болар еді. Ал бұл оған мәз сол жеңісіне тойып кекіреді. Маған айта бер, дәмі жоқ бәріне айтуға болатын сөздеріңді қылқынып, ал маған Қазақстанның футбол бапкері сияқты. Похуй. Неден бастайын, панштан әлде тәшкіден? Неден бастайын, панштан әлде тәшкіден? Енді точно айтам. Тақтан алып кеш. Қой, жеше. Сап тұрасыш, мәмлен сап тұрасыш. Тәкс. Далбайып, бүгін мен сенің болам, ұстазың. Дұрыстап, тыңдап ал. Сен қазақша тіл жағы сөйлеп, біля, пиздес боласың наху. Натуре, да, пиздес боласың наху. Қара наху. Қара наху. Панч былай оқылады. Қалай жазады? Нан қара енді. Оқы, артымнан қайтала, далбайып. Панчы. Қайталаш кен. Сөйлеш. Далбайып, қайтала, далбайып. Біля, әйтпесе үйіңдегілер шақырам, сука. Ауырау деме? Жеңілерген бір сегіз. Сол, сөйтем ау деймін. Тақтаңды біраз оңға бұрсайшы, әзіл-қазыларда қарасын. Нормально. Енді тачка. Сөйлеш. Енді тачка, қара оқы. Тачка. Оқшыген. Сен біле, походу, үйден ауылдан шығып атқанда әжең ба, бір ауылда көршілес әжеңнің ба тілін сікіп кеткесің, ә? Короче, бәрі қойня. Алдың батылыңды қарадым, мал. Ол қазақша реп үшін алға да артқа да 100 жылдық зашквар. Кім айтты датқа кіру оңай деп? Ол жерге кіре алмай жүр емес пе, әлі Battle King-тарың қотағы жеп. Бәрі қойня, Battle рэперлер қайда. Тыңдарманның ой бойынша Battle рэперлер, Ерадар мен Биг Бан, мен ойлағам, олар қатысатын болса, мен осы жерде тұрам, көрермен боп. Ал мұнда мен тұрым, біле. Демек, менде тұрғаны олардан жұмыртқаларым үлкен боп. Айтпақшы, біле, топтарың қалай еді, қалай еді? Жоқ, біле. Нағыз рэп шеберлері. Нағыз рэп шеберлері, неге онда мен жоқпын, біле? Сенен жүрегі үлкен тіпті қоянда да, сен гетеро болмайсың тіпті ержан оянса да. Біле, раунд. Де Ниро, екінші раунд, қошемет.
Жауап берейін. Айкендей, неге сені бірінші раундтан кейін үстіңнен қорқыныш басып тұр, өйтіп бүйтіп жақындап сөйлемеші, өтініш аузың сасып тұр. Сосын айтасың ба, нағыз реп шеберлерінде неге жоқпын деп, мен сен сияқтылардың барлығын кішкентай кезінде отап тастадым, біз нағыз реп шеберлеріне алмаймыз сен сияқты қотақпастарды. Ал енді раунд. Мен қатар келген қос батырды жеңе алам. Бірінші раунд өте көңілсіз, ал енді екінші раунд өте ерсі, бұны тыңдап тіпті біраз ерсі демалады. Сен сияқты лириктер батыл репте түкті де қатырмас. Сен даталаңда Саша Грей, ал мен біраз ерстегі тақырбас. Біліп тұрсың ба кім кімге не істейтінін? Ал олар бұған тимет. Мен сені барлық позаларға қойып сізге берем, ал сенің жасайтының тек минет. Сендерді ток ұрып құлатса, мені ток қойна электриктің өзі ұрып құлата алмаған. Мен сенің бүгін әжең қорқытамын деп, егер жаман бала болсаң, дамбалыма сал балам. Сен жай ғана лириксің, саған қайдағы батыл қотақпас. Ауысты енді батыл рептің сорпасынан. Сен фигурасы 90-60-90 тыржалаңаш қыссың, түсіп қалдың бүгін голодняктардың ортасына. Победаға жете ме осы жер? Кішкене қалды. Ай, или ей. В общем, Бақытжан, өз атыңмен атайыншы, сенің лақап атың түгілі панышты паныш, ташка ма? Ташкі деп жүрген қазақи тілім сендердің гламурный сөздеріңді айта алмайды, бірақ өзім үшін оқи алам. Бұл қазақша батыл бауырым, сондықтан тыңда, похуй емес, похи маған. Сенің репке берілгенің соншалық мағыналы мәтін жазым деген күні мағыналы мәтінің кетеді, мағыналы мәтініңнен мағына іздеп, мағыналы, бірақ мағыналы мәтінің таппайды мағынасын әлбетте. Сенің мәтініңнің жететін жері қызыңды ойша аңқылдату, сосын оң қолыңа денсаулық сұрау әрі кетсе. Ал менің репке берілгенім соншалық шабыт деген тас шайнап құм түкірем, асса кесек құям, жақау кескен тұсауымды, мен өлгенде жаназамды жихаттағы Әл-Наср оқысын деп өсиет қылам. Ал енді біз жайлы. Қазақ рептің тарихында санаулы ғана кейіпкер, парағыңды алып толтыр тез. Бүкіл қазақ реп танитын Қожа, a.k.a. Чиз, және Лунилауэ, a.k.a. Ырбаң, a.k.a. сол бір кез. Және санаулы ғана топ, Ақытай Про, Әлімұлдары, нағыз реп шеберлері бар осы ғана елде. Ал қазақ рептің тарихының жалғасы бар демек, кезек менде. Бақытжан, сен бүгінгі батылда кезекті жемтік, шегікпесең де қанша наша бөлек. Мен қарсыластарының бәрін демдеп ойлап сігіп ала берем, себебі көзім нашар көреді. Бұл нәрсе ауру болса, сенің далбай өптігің емделмейді демек. Ибанути даусың амығып кеткен түріңе сай келмейді неге? Менің қазақ болғаным соншалық кейбір шала қазақтар көре алмайды, мен жайлы өсектейді, тіпті баянды басып. Ал менен сендерге таза қазақша жауап, ақыл кірсін деймін бастарыңа, сол үшін бәріңе Омар Хайамның басы. Бақытжан, сен күштісің, сен мықтысың, сен пиздетсің деген ертегілер тыңдаған құсап, тұра бер, мен де айтам, тепсең темір үзесің, сіксең сиыр өледі. Рэп оқысаң тыңдарман құсат. Артық кетпейін, бірақ батыл репте сен менің ұрығымнан. Мен сені жазалаймын бір қуысқа тақабап. Ебаный в рот, сука, саған не бар репте? Бітті, құның бір екі шапалақ. Сенің қиялың сіккен әңгіме батыл рептен орын аламын дейсің ба, бро? Онда сен қазақ репте дейм маста, я ебал твой рот. Ернар, сен русский версус қарайтын едің ғой? Қайда? Давай. Қазақша.
Батл рэпте сен сияқты лириктерді көрсем, оқсып жаман құсам. Түрің ниппали түнме русский версус қаулыққа түскен адам құсап. Сен унитаз, менің мақсатым шаған шашыратпай тигізу. Саған осы батылдан кейінгі өміріңе жол сілтеймін, келесі бағытың пизду. Қазақша рэп қашан осы даму жаққа бет бұрады. Мен қарсыластарыма қарасам, олар бөпе, ал мен педофилде оларды сігіп жібергім келіп тұрады. Шымкенттік рэперлер хасылға бейім, қараңғы көше қырат жоят санайды тиын, бірақ қыздықтарын жоғалған. Сендерден қандай батл MC білет? Шымкенттік батл рэптің патологы ол жоламан. Даталаңында және батл рэпте сен, сука, екі қол жоқ боксерсың, блядь, рингтен естерін білмей қашып жүрген. Сен, сука, солдатсың, блядь, оғы бітіп қалып соғыста қашып жүрген. Сен, сука... Сен, сука, көздеу... Сен, сука, көздеу білмейтін аңшысың, блядь, тасатса басқа тиетін. Сен, сука, табиғаттың далбай өбісің, блядь, көтпен ойланып гандонды басқа киетін. Сен, сука... Сен, сука... Давай, бір шапала, оған ойланы олайын. Сен, сука, малсың, блядь. Рэп әлемін қора секілді қараңғы. Сен, сука, туалетіне бумагысың, өзіңде өнеріңді тек көт сүртуге жарамды. Сен, сука, НЛО сияқтысыңдар. Сендерді бар дейді, бірақ қайды олар. Сен, сука, ауызы жоқ әншісің. Саған қарағанда жақсы оқиды Байдолла. Сен, сука, қазақша... Жоқ. Сен, сука, Қазақстанның бюджеті сияқтысың, кім көрінген сығып кете беретін ептеп. Сен, сука, Қазақстанның жолдары сияқтысың, кедір, бұдыр, шұрық, тесік, общым амығып кеткен. Сен, сука... Соңғы екі сука қалды. Сен, сука, мутантсың, ұсқынсыз неме. Өзіңді әдеммін деп неге алдайсың? Сен, сука, қанша жерден тайквандист болғанмен насыбай сияқты бастан тебе алмайсың. Қаншама Долбоевский нектен бер естігем, бірақ сенікі еріккеннен енегің басын ұштайды. Сен Айкенди деп атыңды айтқанда төре қалай таңғалып тасын ұстайды. Көз кәмпейті, қиялыңа қотағым, болғандай осыра санап, сені тыңдағаннан кейінгі реакция фу, бля, дейді да осыра салады. Сен көптен күткен батылыңда екі араны бөліп тұретін белгісіз. Сенің өзіңнің де өнеріңнің де арты қуыс сол үшін оуден бұты қайсы, беті қайсы белгісіз. Сен сосын өзіңді айналады тағы дөңгелексіз. Сен ескі Волксың жарысқа келіп тұрған азотпен, бірақ дөңгелексіз. Қара, сука, сен батыл деп елестеткен нәрселер хуйня. Бүгін мен көрсетем саған, киіп келсең де қатты елестетін кроссовка. Сен Шымкенттен ат жерлетіп келсең де, сен даталаңды жай ғана массовка. Маған көрсеткің келген мүшеңді бүгін өз бетіңе дәл басам. Маған алып жүгіретін қотағыңа бүгін өзіңді дарғасам. Және бұны барлық қарсыластарыма қайталауға дайынмын әрқашан. Болмаса даталаңна келіңдер, сука, нан басаң. Жаман емес, тек белдің асты үстіндегі әңгімелерді қозғадыңдар. Бәріміз көріп отырмыз. Жаман емес, ендігі шеберліктеріңді битта сынайтын боламыз. Дайынсыңдар ғой? Дайынбыз. Рэп бұл көше мәдениеті. Сенің айтылған сөзіңмен қатар үстіңе киген киімің де маңызды. Дәл осы тұрғыда бізге осындай керемет киімдермен қамтамасыз еткен Game Over дүкендеріне алғыс айтамыз. Мен білем, сенен артық малдың жоқ екен. Мен білем, бәрін білем, менен сен не күтесің. Мен білем, сенен артық малдың жоқ екен. Мен білем.
сен. Ал мен келемін тек өз елімде, қиын тыйын табу мен үлгерем бе. Сенен артық гандон бар ма екен бұл әлемде? Сөйле көлеңке, ал мен тырыспайм болуға Қазақстанда. Сондықтан аманмын бұл суық қыстада. Ауылдан келген қыз секіл туды ұстаңдар, содан кейін әріпірден біреу туып тыстаңдар. Миға құям, қызым өте ұяң, сондықтан миды күнде ұйытат. Жиған цыган секіл қоқысты, сендер жұта беріңдер топтағы фокусты. Не айттың мен жайлы өтірік сөздер, ал мен кеткемін үйге өтірік сөз беріп. Сенен көрінбейді мүлдеріп тегі өзгеріс, қолыңды көтіңе тығып айналдың теріс. Мен білем, сенен артық малдың жоқ екен. Мен білем, бәрін білем, менен сен не күтесің. Мен білем, сенен артық малдың жоқ екен. Мен білем, бәрін білем. Олар айтат біреу ауыш дейді, ал мен тастаған едім ауыш пин. Секілді Микки Маус клейт, алып жүристі кетір хоть ауызбен. Мәз чайкамен, олар спальныйда, сосын жылап жүреді соңы киммида. Мен кимбеймда, күнде бір киіммен, соны көріп айтады өмір сүрет тевен тиынмен. Олар от болса, онда мен шоқ басам, қолы блок болса, сол сәт болам қасап. Астап басап, тұтасың коктасаң, hey yo what's up, сасық боқ басат. Сенің әтірегіңнен сасит бейбарыс, ал мен мұнда бейтаныс. Бірақ қызығым қалады мұнда жаныммен, сені ешкім менсінбейді болу гей. Мен білем, сенен артық малдың жоқ екен. Мен білем, бәрін білем, менен сен не күтесің. Мен білем, сенен артық малдың жоқ екен. Мен білем, бәрін білем. Пошел нахуй далдай. Мен де білем десем. Эй. Эй, жаңа мектеп деген әңгімелерінен фу, жиғай нетменде келе береді олар енді неменеге мені жарсуға. Сені танит кімдер, кімдер, атын кім ет кім танит. Жаңа мектептің атасын қазақша рэп, бірақ білмейм жаңа мектептерін кюпоппен шаттасты. Эй, жаңа мектеппін дейсің бе, мен сінбеймін дейсің бе, көтіңе тыңғай дейсің де. Ескі мектеп қош, шайқаған басты, ал сен бала кеше ғана келіп алып қазарып кемемен деген әңгімелеріңді қойда демал, одан емал. Соң мойныңа қотақтай медал қазарып деп атылды. Зорлағандарың көп, бірақ түсу қиын. Түсқа бейтқа сендердің мәтіндерің қызыңды сықтым, және бүйттім сөйтім ал сен. Мен жайлы ізді ақпарат жина, эй. Менің бастамам бұл сенің финалың. Сәл ғана демалып қалып нормадан деп бұл формадан алыстыр бұдан. Мойында амын қарсы келетін не бар мадам, эй. Сен көремаушылықты қойда тыңда, мұнда келді ескі мектептің балдары жаңа вайп. Бірақ жаңа толқынмен араласуды қаламайды, бұл сенің кішкене миыңа қолайтын жері байт. Себеп сендегі сенімсіз еркін зеркелдеңіз, сенесін деді секілді сейір. Кеше бүгін ертең деп сөйлеген әңгімелерімді қой, бірақ расымен дымда жоқ биыл бұл түнтін секілді. Кекілді бекерден бекерге бірақ ішті айқайлады жеті деп. Бұл күнді жеті деп жетті жетіге жетті метр қалып бірақ қайда саған жігіттері. Fuck, эй. Сен қайта берің үйіңе бес бай, жоқымда саған this time. Жүрегіңді жарылап кеттем тағы, себебі мен болам бес байп. Себебі көріп кел ванганың соқыр көзі секілді ши. Әрекеттерің боқ секілді жасталып атқан жайы шин. Мия шит, жаныма шит, шынайы жасталған шынайы шит. Тағы айтарым жасайым деп қазақша рэп сайбалды шығарма шей. Раунд.
Үшінші раундта өз аяғына жетті. Жігіттер қолдарынан келгенше өз өнерлерін көрсетті. Ендігі сөз кімде? Яғни әділ қазыларында. Бірден оң жақтан бастайық. Менен. Енді мен өз датта бірінші рет болып отқаннан кейін өз ойымды айтайын. Мынау өте тамаша бағдарлама. Мына хип-хоп, рэп стайл, жалпы Қазақстанда стиль даму өте керемет ықпал беріп жатыр. Жігіттер жасай берсін. Мен көріп отырмын, бәрі жақсы оқиды. Мен көңілімнен шықты, тамаша. Қолдаймын әрқашан ол бір. Екіншіден, мынаны ұйымдастырып жатқан жігіттерге мыңда бір алғыс дудоға шапалақтап қояйық. Бүйтейік. Шыны керек, мен өзім жалпы дабл тайм флоуға жақын болғандықтан, мына жігіттен шыны керек көңілімнен қатты шықты. Дауыс жігітке беремін мен. Қазалы. Арғаратай. Ендігі сөз Смитиде. Смитиға берейік. Ассалаумағалейкум, жігіттер, жақсы өнер көрсеттіңдер. Осы күнге дейін мен Нұрқара саундты қайсым қазақ рэп батылының құдайы деп жүрсем, менде басқа фаворит шыққан сияқты. Ренжімейсің. Мен түсінген бойынша алғашқы батыл. Бастапқы өте керемет, шын. Десек те мен 3 раунд бірдейін даусым Денираға берем. Және үшінші Әділғазы МД. Салам алейкум. Алғашқы рет келдік, өте қызық, көңіл күй көтерілді. Біздің Қазақстанда осындай, банағы Ерболат ағамыз айтып кеткендей, жанашыр жігіттер бар екенде қуаныштымын. Неше түрлі эмоция болды. Қазақтар, жігіттер жалпы рэпті көтеріп жатқандар, көздері ойнап тұрғаннан белгілі. Айкенди ғой да, Айкенди. Бірінші раундта сен кішкене ұялдың, қысылдың, дауысың шықпай қалыватты. Бұл жерде Денира бірінші раундта өзінің көрсетті. Екінші раундта енді екеулерің сәл енді қатты кетіп қалдыңдар. Белден төмен қай жерінде түсінбедім, әйтеуір боғауыз көп болып кетті ғой. Бірақ жалпы өз келісім бойынша ойым Денира жеңіп тұр. Айкенди болашақ әлі алда. Уайымдама. Бірінші күннен болмайды барлық нәрсе. Денира, қуаныштым. Құтты болсын. Үшінші маусымның алғашқы жұбының жеңімпазы бізде белгілі болды. Ол оң қапталдағы Денира. Қошемет! Дат бұл әлсіздерге арналған орын емес. Қолыңнан келсе, кел, қатыс және өнеріңді көрсет.